Ескерту бөпелерге және 18 жасқа толмаған балаларға көруге болмайды. Сәлем, сендермен бірге қысқаша шолу. Бүгін мен ең жақсы күндер деп аталатын қытайлық романтикалық драмалық фильм туралы сөйлесемін. Алда спойлерлер. Фильм сыныпта басталады. Онда жас мұғалім Чен Нян ағылшын тілінің маңыздылығы туралы айтады. Көңілсіз болып көрінетін бір қыздан басқа барлығы назар аударатын сияқты. Чен оны байқайды және кенеттен оның кейбір өткенін есіне алады. Осыдан кейін фильм ретроспективаға ауысады. Онда Чен әлі орта мектепте оқиды. Ол ақылды оқушы. Емтихандар жақындаған сайын Чен басқалармен араласпау үшін әдетте құлаққап киеді. Бірақ бір күні ол үлкен дүрбелеңге алаңдайды. Барлығы бір нәрсені көру үшін балконға асығады. Чен де олардың соңынан еріп, өзінің ең жақын досы Ху Сяодидің жерде жатқанын байқайды. Ол ойға келмейтін нәрсені жасаған сияқты. Көптеген студенттер оның айналасына жиналады, бірақ көмектесудің орнына олар әлеуметтік желілердегі аккаунттарында бөлісу үшін фотоға түсіре бастайды. Ашуланған және жиіркенген Чен өзінің ең жақын досының денесіне баяу жақындап, оны курткасымен жабады. Содан кейін бүкіл мектеп Худың ойға келмейтін нәрсені жасауының себебін білетіні анықталды. Бірақ ол көпшілік алдында сөйлеуге тым қорқады. Келесі күні Чен сабақ кезінде директордың кеңсесіне шақырылады. Онда бірнеше полиция детективтері келді. Олар одан Худың өлімі туралы және олардың жақсы дос болғандығы туралы сұрайды. Бір таңқаларлығы, Чен оны білгенін жоққа шығарады және барлық басқа студенттер оның суреттерін басқан кезде ол жай ғана бетін жауып тастады деп мәлімдейді. Детективтерге сену қиын, бірақ соған қарамастан олар оны жіберді. Чен өз сыныбына оралғанда орындықтан қызыл сияны табады. Содан кейін ол өзінің ең жақын досы Ху қайтыс болғанға дейін де осылай қорланғанын есіне алады. Кейінірек Чен асханада болған кезде оған бұзақылар тобының жетекшісі Вэй Лэй келіп, одан алдағы емтихандарда көмек сұрайды. Чен оған уақыт жоқ деп жауап береді. Сонымен Вэй Лэй Худы бұрын суретке түсіргендей, оны суретке түсіре бастайды. Бұл жерде Худың өліміне бұзақылар жауапты екені анықталды. Олар оны үнемі азаптап отырды. Бұл оны ішінен толығымен бұзды. Чен мұның бәрін біледі, бірақ ол полицияға айтудан қорқады. Үйге барар жолда Вэй Лэй және басқа бұзақылар оған полиция қызметкерлерімен сөйлескендіктен ғана шабуыл жасайды. Осының бәріне қарамастан Чен бірде-бір сөз айтпайды және анасын тапқан үйге барады. Соңғысы үйге әрең келеді, өйткені ол заңсыз тауарларды сату арқылы күн көреді. Ол өз бизнесінің қызының оқуына әсер еткенін қаламайды, сондықтан мүмкіндігінше одан аулақ болуға тырысады. Түнде төсекке жатар алдында анасы Ченге жақын арада олар бақытты өмір сүретін жаңа үй сатып алатынын уәде етеді. Келесі күні таңертең ол қызын жария етпей кетіп қалады. Алайда Чен бұл туралы біледі және қайғылы болады. Кешке мектептен оралғанда ол Сяо Бэй есімді баланы ұрып соғып жатқан топты байқайды. Чен полицияға қоңырау шалуды шешеді, бірақ олардың бірі оны байқап, телефонын одан алады. Содан кейін топ оның барлық ақшасын алып, Сяоны сүюге мәжбүр етеді. Осыдан кейін олар оның аянышты жағдайына күле бастайды, бірақ бұл Сяоны одан сайын ашуландырады. Ол орнынан тұрып, топ жетекшісін қатыгездікпен жазалайды, қалғандарын қашуға шақырады. Кетер алдында Сяо Ченюдің көзіне мұқият қарайды, бірақ ештеңе айтпайды. Алайда келесі күні ол онымен жеке кездесіп, оны құтқарғаны үшін алғыс айтады. Содан кейін ол банданың одан қанша ақша алғанын сұрайды. Чен 50 юань деп жауап береді, бірақ Сяоның оған төлеуге шамасы жоқ. Сонымен ол кешегі жанжал кезінде бүлінген телефонын жөндеуді ұсынады. Жөндеу шеберханасында Сяо ақша үшін Ченнің оққағары болуды ұсынады. Алайда ол кеше тіпті өзіне қамқорлық жасай алмайтынын айтып бас тартады. Кейінірек Сяо қайда барса да оның соңынан ереді. Үйінің жанында Чен анасын қарызын уақытында төлемеді деп айыптаған көптеген плакаттарды байқайды. Ашуланған ол ішке кірмес бұрын олардың бәрін бір-біріне лақтырады. Өкінішке орай, мектепте сурет қазірдің өзінде вирустық сипатқа ие болды және барлық оқушылар Ченді мазақ етеді. Ол бұдан былай шыдай алмаған кезде ол сыныптан шығып үйіне оралады. Бұл оның өмірінде ешқашан жасамаған нәрсе. Жолда Чен Сяомен бетпе-бет келіп, соңында олар сөйлесті. Ол сыныпта болғанның бәрін түсіндіреді және оған жауап ретінде Сяо оны жұбатуға тырысады. Содан кейін ол оны үйіне апарады. Бұл көпірдің астында орналасқан. Кешке екеуі кеспе-жеп жақсы уақыт өткізеді. Кенеттен Сяо оған ұнайма деп сұрайды, бірақ Чен оған мұндай қасиеттерге лайық емес екенін дөрекі түрде айтады. Бұл Сяоны ашуландырады, сондықтан ол оны қабырғаға қысып, міне, мен кіммін дейді. Осыдан кейін Чен үйге көз жасымен оралады.
Келесі күні дене шынықтыру сабағында барлығы Ченді елемейді. Ешкім онымен волейбол ойнағысы келмейді. Вэй Лэй және оның достары бұл мүмкіндікті оны аяусыз әзілдеу үшін пайдаланады. Олар тіпті оны бірнеше рет волейболмен ұрады. Кейінірек Чен баспалдақпен соқтығысты, бірақ бақытымызға орай ол ешқандай ауыр жарақат алған жоқ. Бұзақылардан шаршаған Чен бәрін полиция инспекторы Чжэн Иге айтуға шешім қабылдады. Олардың барлығы Ху отбасының байлығын және оның мінезін оған жасаған ісін мойындаудың орнына оның өліміне кінәлайды. Полиция оларды босатады, бірақ мектеп бұзақыларды 1 жылға тоқтата тұруға шешім қабылдады. Келесі күні инспектор Чжэн Ченге қоңырау шалып, оны жолға шығаруды ұсынады. Ол бұзақыларды жазалай алмағаны және қайтыс болған Хуға қатысты әділеттілікті қалпына келтірген үшін кешірім сұрайды. Сол түні Чен үйіне кірмек болғанда, оны кіреберісте бір топ бұзақылар күтіп тұр. Олар оның полицияға шағымданғанына және мектептен шығарылғанына ашуланады. Кек алу үшін олар Ченге келіп жоспарлап отырған тышқандардың қорабына келді. Бақытымызға орай, соңғысы қашып қоқыс жәшігіне тығылып үлгереді. Бұзақылар кеткеннен кейін ол баяу шығып, оған көмектесе алатын жалғыз адамға барады, Сяо. Ол оған бәрін айтады және оның орнына ештеңе ұсынбаса да, оны қорғайма деп сұрайды. Келесі күннен бастап Сяо Ченнің артынан мектепке барып, оны ертіп барады. Ол тіпті онымен бірге үйінде тұра бастайды. Сяо банданың мүшесі болғандықтан ол үйге жиі ұрып-соғып жарақат алады. Бір күні ол ауыр жарақат алып қайтып келгенде, Чен одан бәрі жақсы ма деп сұрайды. Ол тіпті одан келіп қасында ұйықтауын сұрайды. Сяо әкесі оны 13 жасында тастап кеткенін, ал анасы оны басқа адамға тастап кеткенін айтады. Ол әрі қарай Чен оның жарақаттары ауырады ма деп сұрайтын бірінші адам екенін айтады. Сол түннен бастап екеуі өте жақсы тіл табысады. Олар бір-бірінің серіктестігінен ләззат алады және бірге болған кезде ойнақы болады. Чен сонымен қатар оқуына жақсы көңіл бөле алады. Сяоның бастығы оны ұрысқа шақырғанда, ол оны қайтадан ұрып соғатынын біліп, оны тоқтатады. Бір таңқаларлығы, Сяо мойынсынып үйде қалады. Өкінішке орай, бір күні Сяо тонау ісіне күдіктенгені үшін қамауға алынды. Ол достарымен бірге полиция бөліміне жеткізіліп, кінәлі табылғанға дейін қамауға алынады. Осы уақытта Чен мектептен оралғалы жатыр, сондықтан ол Сяоны үйіне апаруға шақырады. Ол телефонды алмаған кезде, ол үйге жаяу баруды шешеді. Өкінішке орай, Вэй Лэй мен оның бұзақылар тобы оны жалғыз тауып ұра бастайды. Олар оны ұрып, шаштарын қырқып, тіпті шешіндіреді. Олар мұның бәрін кейінірек бопсалау үшін жазады. Бірақ олар оны ауыр жарақаттамас бұрын, оларды өтіп бара жатқан адам байқап, полиция шақырамын деп қорқытады. Мұны естіген бұзақылар жолда ұрып-соғып, қорланған Ченді тастап қашып кетеді. Көп ұзамай Сяо полиция бөлімінен босатылады және ол Ченге қоңырау шалады, бірақ ол жауап бермейді. Мазасызданып, ол бірден өзіне қарай жүгіреді және жараланған Ченді жыртылған дәптерлерін таспамен жабыстыруға тырысады. Сяо бұл көріністен түтін шығарады. Ол барлық бұзақыларды өлтіруге дайын металл шыбықты ұстап алады, бірақ Чен оны тоқтатады. Кейінірек ол оның шашын біркелкі етіп қырады және өзін нашар сезінбеуі үшін өзін қырады. Бір күні түнде Вэй Лэй Ченге жақындап, қателіктер үшін кешірім сұрайды. Ол тіпті оған ақша ұсынады және полицияға оның теріс қылықтары туралы айтпауды өтінеді. Ол тағы да бағалауды қайталауға мәжбүр болады деп қорқады, ал онымен 1 жыл сөйлеспеген әкесі одан бетер ашуланады. Чен оны кешіреді және ол енді көзге көрінбеуін айтады. Бірақ ол кетуге тырысқанда, Вэй Лэй оның соңынан еріп, анасын сынай бастайды. Бұл Ченді қатты ашуландырғаны соншалық, ол бұзақыны баспалдақтан итеріп жібереді. Оның көз алдында Вэй Лэй басын бетон еденге соғып, орнында өледі. Үрейге бой алдырған Чен бірден Сяоға барып, оған не болғанын айтады. Енді ол қамауға алынып, өлім жазасына кесіледі деп қорқады. Алайда Сяо оны Вэй Лэйдің денесінен арылуға уәде беріп, оны жұбатады. Содан кейін ол достарының біріне барып, көлігін түні бойы қарыз қалады. Осыдан кейін Сяо Вэй Лэйдің денесін оңаша жерге апарады және оны полицияны өзіне қайтаратын дәлелдермен бірге көмеді. Екінші жағынан, Чен қатты алаңдайды, сондықтан оның назарын аудару үшін ол соңғы емтиханға назар аударады. Емтихан күні қатты жаңбыр жауады және билік оқушыларды мектепке уақытында жету үшін ерте кетуге шақырады. Көшкіндер тасжолдың көп бөлігінде де болады. Көшкінді тазарту кезінде жүргізуші Вэй Лэйдің өлі денесін табады. Қосымша тергеу барысында полиция сол түні Сяоның қай көлікпен жүргенін анықтайды. Олар иесін қадағалап сайып келгенде Сяо туралы ақпарат алады. Вэй Лэйдің достары да жауап алу үшін полиция бөліміне жеткізіледі және олар Ченді оның өліміне тікелей кінәлайды.
Осы уақытта офицер Чжэн Вэй Лейдің Ченді қорлап жатқан видеосын тауып, оның өліміне күдіктене бастайды. Сондықтан Чен полиция бөліміне жеткізіліп, Вэй Лей қайтыс болған күні қайда болғанын сұрайды. Чен қорытынды емтихандарға дайындалумен айналысқанын айтады. Неліктен полиция қызметкерлеріне қорлық көргені туралы айтпағанын сұрағанда, ол тек осы жерден кетіп, Бейжіңде оқығысы келетінін айтады. 1 сағаттан астам уақытқа созылған жауап алғаннан кейін полиция оны орнына алып барады, бірақ одан көз алмауды шешеді. Келесі күні Чен мектептен үйге оралғанда, Сяо кенеттен оған жақындап, қараусыз қалған ғимараттың жертөлесіне апарады. Ол барлық полицейлерді сыртта қалдырып, есікті құлыптайды. Сяо Ченнің оған шабуыл жасады деп айыптағанын қалайды, сондықтан полиция оны Вэй Лейге де солай жасады деп болжайды. Осылайша олар Ченді босатып, Вэй Лейдің өлімі үшін сотталатын еді. Күткендей Чен бас тартады, бірақ Сяо өзінің кәмелетке толмағанын және өте ауыр үкім шығармайтынын түсіндіргенде ол келіседі. Біраз уақыттан кейін полиция ақыры келгенде, ол оған шабуыл жасағандай әрекет етіп қамауға алынады. Келесі көріністе офицер Чжэн қауіпсіздік камераларынан көптеген жазбаларды қарап, Сяоның Ченді ұзақ уақыт бақылап отырғанын анықтайды. Неліктен ол мұны жасады деген сұраққа Сяо оны жай ғана қудалады деп жауап береді. Ченді де жауап алуға шақырады және Вэй Лейдің өлімі туралы сұрайды. Ол өзінің қатысуын жоққа шығарады және Сяоны білмейтіндей кейіп танытады. Сяо да Ченді білмейтін сияқты әрекет етеді. Ол оны сүйкімді деп тапқаны үшін оны қуып жіберді. Барлық айғақтарды алғаннан кейін Чен дәлелдердің жоқтығынан босатылады. Сяоға келетін болсақ, ол түрмеге жабылды. Бірнеше күн өтеді, енді Чен анасымен бірге тұра бастады. Ол оқуға назар аударуға тырысады, бірақ мүмкін емес, өйткені оның ақыл ойы Сяомен болған естеліктерге толы. Ол оны қатты сағынады және жиі үмітсіздікке ұшырайды. Жалғыз жақсы нәрсе ол емтихандарда жақсы бағалады, оны анасы мақтан тұтады. Бір күні кешке офицер Чжэн Ченге келіп, оны сыныптағы ең жақсы адам болғанымен құттықтайды. Сонымен қатар ол Сяоның бұрынғы қылмыстарының ауырлығына байланысты өлім жазасына кесілгенін хабарлайды. Абдырап қалған Чен жылай бастайды және бұл мүмкін емес дейді, өйткені Сяо кәмелетке толмаған. Бірақ офицер Чжэн оған бұл өтірік екенін айтады. Сяо шын мәнінде 23 жаста. Мұны естіген Чен адасып офицерге шабуыл жасай бастайды. Оны тыныштандыру үшін офицер Чжэн ақыры өлім жазасы туралы өтірік айтқанын ашады. Бірақ қазір ол екеуінің бір-бірімен байланысты екенін білгендіктен Ченнің шындықты мойындағанын қалайды. Ол қарсылық көрсетеді, бірақ офицер адал болса, олардың мерзімін қысқартуға уәде береді. Кейінірек Чен Сяомен түрмеде кездесіп, оған бәрін мойындағанын хабарлайды. Енді ол басқа түрмеге ауыстырылады және оның өмірі бұзылады. Алайда ол мойындаған жеңілдік баға жетпес. Осыдан кейін фильм бізді қазіргі уақытқа апарады. Онда Чен ағылшын тілі мұғалімі болып өсті. Ол өзінің қылмыстық тарихын артта қалдырды және енді жаңа мансабын бастағалы жатыр. Ол үнсіз баланы байқаған кезде Чен бала кезінде азапталғанын есіне алады. Фильм Ченнің қызды үйіне дейін ертіп, оны бұзақылармен күресуге шақырумен аяқталады. Олардың артында Сяо тұр, ол қайда барса да Ченнің соңынан ергенді ұнатады.